Бәріне сәлем, бізде бүгін блог. Сағат қазір таңғы 4, ал біз Таразға турнирға бармақшымыз. Машинаны күтіп тұрмыз. Таразға келдік. Сағат почти 10 болды. Біз 4 жарымға шыққанбыз. Бізді күтіп алайын деп жатыр. Шубы келдік асханаға. Почти орын жоқ. Босат береді. Бәріне қайырлы кеш. Бағана мен іріктеу ойындарын түсіріп жүргенмін. 4-ші іріктеу ойынды түсіруді ұмытып кетіппін. Мүмкін түсірдім, түсірмедім білмеймін. Одан кейін шаршап, не түсіріп, не қойғанымды білмеймін. Мен қазір жатақханадамын. Маған осы жақтан орын берді. Мен жаныма қазір адамдар келуі мүмкін. Келмеуі де мүмкін. Жатақхана өте күшті, керемет. Астында кітапханасы бар, демалатын орындары бар. Жағдайы жақсы екен. Қазір мынандай крумтур деймін, төсектері маған постельное белье берді, шкаф бәрін көрсетіп кетті, кілтті берді. И самый қызығы, мұнда балкон далада, прям күшті қылып жасап қойған. Қазір көрсетемін. Андай да күшті. Күшті дегенде нормально енді. Мен күткеннен жақсы. Мен бұндай болады деп алған жоқ. Мен прям жатақхана дегенде бір қорқынышты нәрсе представить еткем. Но іші жақсы. Біз Тараздамыз, екінші күн. Қазір апай бірдесегі жариялады. Ағайлар өткен. Вообще Тараздың адамдары қызық екен. Бізге прям қызық болады. Андай дерзкий адамдар. Таксиге отырсам да, қайда барсам да бәрі дерзкий, прям ұрсып, токсичный болып жүреді. Өзің шошып кетесің, бәрі жан-жақтан бір айтып атқанда, атака жасап атқанда қорқып кетесің. Еще біз кеше келгенде квартираға барғанда сондай болды иесі. Квартираның иесі сондай болды, прям жошытты адамды. Мен токсичный емеспін, бірақ сонда да тыңдаңдар мені деп ұрсып. Одан қайда барсақ та, магазинге барсақ сатушыға, прям бәрі прям дерзкий болып ұрсып тұрады. Бытшын шығарып тұр, шошып кетесің. Қазір адамдар жиналғанша мен неге барғаннан кейін, айтқандай, Таразға барғаннан кейін, екінші күннен кейін блог түсіруді ұмытып кеттім, потому что мен шаршап қалдым. Біз қазір уже біз шуға келіп, пойызға отырдық, и біздің пойызымыз жадыралармен бірге болып шықты, Құдайға шүкір. Енді біз қазір отырмыз. Біз кеше түнде отырғанбыз. Қазір ағайлар өздерінің вагондарына дайындалып жатыр, ал мен жадыралардың вагонына кірдім. И мен просто ерігіп жүрмін, потому что мен жасқа қатыспаймын. Сәлем, достар, сіздермен бірге мен жұдыра. Так, енді поставық керек. Короче, бізде былай болады, ағайлардікі тоже сондай вагон болады, аты сондай, бірақ 044 біздікі 043 болады. Біз ойлаймыз, олар ағай ма ағай емес па деп. Потом біз шуға асылып келеміз, келгеннен кейін біз тоқтайды пойыз, біз тесеміз, қараса, кімді сұрпризе шыққан, естайық кетшіт. И біз барымыз жүгіріп болады. Құшықта болды. Біз заңын кетті. Тараз деген бар ойды. Қиын жер екен, адамдар өте қиын екен. Жүрген жерімізде қалай айтсам, слишком дерзкийім ба, или слишком грубыйім ба. Бірақ рет болса, бірақ адамда сондай зат болса, онда үндемейтін едік. Бірақ көп болып кетті ситуациялар. Біз бірінші аңсар екенбіз квартираға барамыз. Квартираның хозяйкасы андай токсичный, ұрысып жатыр. Біз әлі кірген жоқпыз. Жарайды, командирге топпыз. Сол уақытта ағайлар Арман екеуі магазинге кеткен ғой. Сол магазинге барса сатушы просто так ұрысып берген екеуіне. Не в тему ағалап берген екен. Сосын жарайды, сосын бәріміз бірге универге кірдік. Уақытта бәрі нормально болды. Одан кейін біз Магнумға барамыз. Магнумға барса сатушы тоже токсичный, вот жандан тұр. Хотя түс болды, шаршады десең болады. Или бірақ адамда болса жарайды деп түсінесің. Одан біз негізі квартираға барайық деп жатқан кезде такси шақырамыз ғой. Аңсар екеуміз отырдық, сосын біз аппараттың гидтары отырды, и таксист бізге айтады ғой, титтай жүр ғой, немене өзім бармайсың да бізге ұрса ғой, хотя ол ақша алып жатыр. Сосын жарайды
bir kança oldu, kança situasyon olsun. Kiresi günü Жоксол күнү түнде мен өзім бөлек общагаға кету керек болдым, потому что квартираны иесі мен жатпайсың деді, екі адам қабылдайын деді. И потом үш адамды әжеп тығып арман шүйін жіберімсіға квартираға кетіп қалды. Мен общагаға алып кетті, енді жағдай жақсы болды. И потом түнде тамақ ішуге, тамақ алайын деп магазинде барсам, магазинде сатушы базар жоқ, ұрысқа келді. Даже мен кіріп аттым, артында адам кіріп аттыр, есікті ашып тұрсам, жағы есікті, менде неде түрде ойлайсың ба, ыстық жүреді, жарайды, үндемеді, ана бабында сол жерді кеттім. Ал кетіп, сол жерде кірсің өйтешті, ойы отыр, жағдай жақсы, сені кім ане ол? Ағайдың заряд кістемейді, потому что, осы көмірсіне сайын. Солай, кырылайын, солай болыпты. Өте өкінішті. Зеки мен жаңатыр. Чё? Там, не болды? Пирожки алма. Жеме қош? Қамдым. Ашып кетейсің менш. Қамдай жаңа. Келсең не дейін дәмәмкеміз. Байтыларын шықылды. Менде тоже пирожки попробовал, деген, білмеймін. А біз вообще тамақ алмаған. Потому что біз через канал келген кезде, неден алып тұрған кезде, ол по-любому тараздан ашып кетсе жеп кетті. Сосын радионы, ебісі, итаны сол. Алла болғанда. Ағай мен дайындап отыр. Қайда қырып ек, тақырып, арғой бір спикерсіз сискауын. Это спикермен. Сискарып. Сепін спикерсің. Екінші спикер мен екілік, мен спикерін сіз күріп. Сұраш. Төртсе. На, скыт. Упан звондать тамам ағанш. What's that? Сделать? Жоқ дедім. Бастан аудысты. Кінағы кетпейдің шығар. Жоқ дедім. Сосын жарелі сеткен. Алдай. Аспасын ағай. Рахмет. Біз Астанаға жетектеп қалдық. Дискотеске. Аңсар үстінде жатыр. Дым айтатын, дымға маған ғой. Бәлім жадыр айтасың. Олармен бәк түсіріп келдім. Пакет жоқ аш. Осталар біз Астанаға келдік. Суық қо. Суық. Өте суық. Біз вокзалда 1 сағат бойы отыра бергеннен ұялып, қазір вагонмен алмай келіп тұрмыз. Таксиміз бұйырса 5 минуттан кейін келеді дейді. Вот күтудеміз. Сол. Біз такси заказбек, таксиміз келді. Такси сағай күшті келді. Дала деген аяз. Осындай сырттан қарағанда киім тікуге болады мұнда. Мұнда шкаф бар. Жона арыс еткен деп дауыл қызығы. Вот. Кірберіс, сапсайын әскемен. Гәлігіш. И кухнямен гостевой бірге. Жаймақ па? Уборный душы бар, мынандай айнасы бар. Солай. Вот, мында кино көруге болады. Бізде кино ночь. Достар, біз кешкі ас ішуге бауырдаққа келдік. Біз әртүрлі комбо заказ бердік. Мен комбо 6 заказ бердім. Мен тауық етімен заказ бердім, ағай қазымен заказ берді. Аңсар сиыр етімен заказ берді. Бұның ішінде фри, бауырдақтың өзі, және сорпа, және қатық жүреді екен. Онымен қоса әжемнің шайы деген бауырсақпен, тарымен шай алдық. Әжем чак-чак алдық шайға. Біз оқушылар сарайына келдік. Кешкі ас ішіп болғаннан кейін қолымызға чак-чагымыз бен бауырсағымызды алып келдік. Біз көрінуде қалды. Келген жоқ.
Делаем непрерывный канал. Давайте побежим. Сәлем айтыңдар. Сәлем. Вот. Қалай болды қыздар? Әлемдегі ең керемет дос деген сөз бар. Если что, Тадрам басна баским бар, просто көрмейтер мама сорспаныз, если что. Бізде бұл блог. YouTube қасауына, бізде бүгін, кімде олыңыз деді. Сәлем айтпайсызбын? Саламатсыздар ма, бәрлеріне сәлем. Сәттілік тілеймін. Бұл соған ма? Бүкпетер шықын. Сәлем айтпайсыздар ма? Сәлем! Бар ашқа сен сәтіз. Адамны скучный ғой, ё-моё. Сәлем сұрап аламыз де. Бағдай болып тоқтапайсың. Бұл нәдай блог түсірдім да? Сәлем айтасыңдар ма, достар? Кетші барды видеорестай. Бәле болдың деп. Үйбай. Қазір мен кашкам шығарайын, чехолайын. Мен алған заттарым, біздің алған заттарымыз. Біз қазір үйге баруымыз керек. Қандай трамвай, егер сен бүгін орын алмасаңыздар, ерке демек сіз орын алмасаңыз, орын алмай десеңіз, короче, ютубтен бастайды, галсты жүрен дейді. Мен бұл емшімін қатыс бөлігі. Дүгімек меліз, апай сіне дамағым еліз. Жап, мен бұл мектепті рамның қатысым сұдырым. Сол үшін ona алады. Бұйыртса. Бір Аллаға сыйынып отырмыз. Ойлаймын, что алады. Онысы дайындықтары жақсы. И біздің тағылар тұрғада болады деген ойдамын. Біз де тұрғада боламыз. Шынды айтым, өзім сен келген кейін мана келіп тұрмастын, ава егер мен сенбесе, мен келмейтін едім. Менің телефоным өшінде батыр. Такой холодный, такой мороз. Бірақ ертең Астана жылынады деп айтты бізге таксист бағана. Ол біздің Алматыдан әкелген жылуымыз. Запомните это. Казахский навсегда. Шопан ИПН сила. Қаладар могила. Нұржан Шыңғар мырза. Самый лучший. Топ. В мире. Әне? Ладно, помоемся. Себя уже. Если вы знаете, как мне некомфортно, она вам не будет. Сарказм. О май гад, полно сарказма. Бірден айтпасаң сарказм. Біздің класста отырып сарказмға үйренген шығарсыңдар. Шадан қылмайсың ба? Ответ берген демейсің, ну бывает же, когда бүйтіп жақындасып келеді, жоқ отбасы ретінде ше, мы все-таки же один команда. Из-за этого, короче, сөйтіп айтады ғой, прикинь, но как-то суық. В общем, ертең бүйтеміз, жақтыраларға сендерді ақырындап туалет жаққа апарамыз да, Аңсар екеуміз кеш бергеш деп, туалетке бар, ұрып, екі ұтылмасаң таяқ жейсің. Қалжынай. Сіздіңдер оятып, Ұту үшін соған дейін барамыз. Бірдеме айтайын деп тұрмын, ютуб кетеді. Кете салыңдар өздеріне. Ойбай, маскамыз шешіп сәт қолмаған. Айтпашы. Жақсы достар, телефоным өшіп қалмаса, мен жалғастырам, блогты өшіп қалса, жалғастырмам. Біз қыздарды алып кеттік. Біз бақыттымыз. Нақтан налифтан на жерге кіреткенсін да, ағынан шығар екенсін. Айтатын нәрсе. Мен кішкене ағыраққа балыш дейді. Это же невозможно. Ауыр. Жасырмаса қызық емес қой. Тек қана дәрігер, вообще дәрігер шақыртады. Демократия. Кедей екенде, иә, сол қызықты. Қазір екеуміз тақырып сол тақырып, неге дейді ойын тақырып? Айтшы, не? Абайдың бүгінгі блог мен жалғастыруымыз кетіппін. Бүгін біз ойынға келдік, бірінші ойын бітті, жауап күткенше Әмир қанат ойнаған тыйым ақтайын деп жатыр. Сол. Бұл тілекті орындайтын қобдейсің.
Бұл оқушылар сарайы, басында түсірем деп едім, ұмытып кетіппін. Өте үлкен, әдемі. Біз адастық еще. Жоққа сонымен ағайтайын. Жоқ, жаңа біреу кетіп қалды. Келесі қазір. Пайдалап береміз ақшаны сөйледі. Менде майда бар негізі. Ойын қалай болды? Ойын, прям. Это қызық заттар бар екен. Түсірейінші. Өзі теңге жанып тұрған жоқ, баста тұр. Айналдырасың тұр, болды. Бірақ не үшін айналдыратын түсініксіз. Мұндай заттар. Бұл не ағай? Білесіз ба? Физика, мына жүргенде экран шығып тұр ғой, қараңдар, оқыңдар. Радио толқындар дейді. Радио толқындар. Радио толқындардың қандай материалдардың жақсы өткізетінін білесіздер ме? Міне, білесіздер, мынандай материал. Әрине білеміз. Радио толқындар толқын. Не оқып берсең. Ақын жүреді екен. Аха. Мынау тез жүреді екен. Мыналар совсем баяу жүреді екен. Орташа жүреді екен. Енді қара. Енді қара, мына жерде қозғалады екен. Жүрші бірден. Біріншісін қозғалтса қозғалады екен. Ой, міне, ой, сендер соны қозғалтып жатсыңдар ма? Көрдің бе? Түп, тегінде ой. Толқындар көрдің бе? Міне. Радио толқындар қандай материалдарды жақсы өткізетінін білесіздер ме? Мынадан шығатын радио толқындардың көлемі қандай? Мынанікі қандай негізі? Ағаштан қандай шығады? Солай ма Темір ма? Жоқ, мынау темір емес. Мынау темір. Мынау алюминий. Алюминий деп жатады. Мынау темір. Темір десе, сөйлен деп болады. Жоқ екен. Мынада вообще жоқ екен. Тығым көрмей жатыр, бәрін басып көріп отырайын. Не бұл ағай? Мынау өшіп қап, вообще өшіп тұр. Бұны да жоқ, жазылмаған. Білетін адамдар болса жазатын жоқ комментарияға. Не дейді мынау? Әртүрлі көздерден түскен жарық түрлерінің ажырата аласыз. Қай саған не істейсіз? Типом. Қойыңызшы, лоққа түсірген не болады ғой? Біз осындай білмейміз. Бәрін лоққа түсіреміз. Білмеймін, дым түсінген жоқ. Қарау керек көзбен ше. Алғашқы спектроскоптың ба не дейді? Ойлап тапқан шығарған Жозеф фон Фраунhoфер. О, мені Диана не істейді екен. Мен оны түсінген де жоқпын. Бұл не дейді? Адым зәрінің мағынасы. Не істеу? Нормализация жасау. Біз соған шақырамыз ғой. Шақырамыз, қазір бізде мүмкіндік бар. Кәсіп деп көрсетіп берді, бірақ бұл мамандық емес. Ура! Ответ шықты. Результатты Көруге бара тұрмыз. егер бұл жақта жақсы шығатын болса, мына жерге шыққан болса 100 теңге ұмытсай деп отырмын. Өзіне қарамайды. Отто біздің қыздар жеңді. Ура! Айналмайды ғой. Айналмайды. Сондықтан аласыз біз. Давай, мен бұтаққан бірінші күтті келеді әбелі сақын. Нандай зат бар екен. Бұл не? Физика апай, пожалуйста. Біз ол сияқты жүрміз, физика бұжығы орнамасақ та өзімізге пайдалы заттар істеп жатырмыз. Бізге бес қой берішті. Сұхбатқа кеттік бізде. Күшті. Гүлнар апай. Мынау не? Ема, не болды? Камерасын. Где блок? Основной. Кеше жанында уши. Тосоп мен айтып жүрсем жоққан деді. Ақш негізі. Лена қазақ деп ал. Жан, здесь.
Biz asxanaga bara turg'anay. Asxanaga bara жатырмыз. Хотя biz спискте жоқпыз. Босатып аламыз деген ниетіміз бар. Бермесеңіз. Атырауский область дейді. Давайте. Ерекше бәліші. Күшті? Қазақша ондай екенін мен бірінші тоқтым просто. Давай, нормально. Бәрі өзіміз. Біз деген бағана асханаға кірдік, ояқта тамақ сатылмайды екен, стол-столмен оқыған. Сосын біз кетіп қалдық. Достар. Іші мынандай. Мен мұнда көппін. Физиканың заңдылығы. Или физика емес пе, білмеймін. Но мұнда қызық басым айнап қалды. Қайғынан кіргенім, даже не знаю. Ұшымнан шығам. Акс уайымдап жатыр. Уайымда жүр. Төртінші орынмен жолдап алған командада 3 жеңіс, 580 спикерлік ұпай. Жатыры. 6-шы орынмен жолдап алатын кезекті командада да 3 жеңіс, 565 спикерлік ұпай, 566. Аманат. Мұндай зат бар екен. Көзбен қараса ішінде көп аяр. Түсіріп жүрші? Біз финал болатыр. Біз мұнда аралап жүрміз. Біз физика ғылымдарын зерттеуді шештік. Физика пай, бізге 5 қою керексіз. Ана. Қайсы? Білмейміз. Только физика ғылымдарын зерттеуді. Шарикте жоқ екен да? Не зат бұл? Түсіндім. Қызық нәрселер түсірейікші? Тарих екен. История. Біздің заманымыздан бұрынға дейін. Біздің заманымызға дейін 1400 жыл бұрын салынған сурет екен. Нау күшті. Қалай екен ағай? Частный школа ашса осыны істесе болады. Шеберлер қаласы дейді. Мен өскенде частный школам болатын шығар. Сол частный школам осындай бір бұрышын галерея қып, қанша айтып отырмын, бір бұрышын мынандай тарих қып, прям күшті жасаған мынаяқта. Мынаның есігі құмыра сияқты ерекше жасалған. Интерьер мынаяқта вообще күшті негізі. Бір жағы астрономия, бір жағы физика, бір жағы тарих. Қарасақ ғылымға деген, тарихқа деген қызық заттарды қойып қойған. Қызығып қарайсың, қолмен ұстап көре аласың. Теорияда өткен заттарымызды практикада тексеріп көрсек болады. Мектепте көрдік, видеодан көрдік. Но көзбен көрген вообще күшті екен. Ал бұл ботаникалық сад. Қысқы сад деп аталады екен негізі. О, әдемі екен, әдемі. Айттым ғой, частный школа ашайық, сосын істейміз. Бірақ көп ақша кетеді. Женское счастье емес, женское счастье ақ болады. Анандай болады. Мынау мужское счастье ағай. Суалайық. Ансарке сурет түсірейік. Қандай күшті? Мен деп түсірмекші. Қазір. Мұнда гүлдер бар. Мына ағаштар, мына бәрі шынымен астрономия кабинеті. Бұл жақта қызық заттар бар. Бұл жақта знак зодиак. Мынаны айтсай, мынаны. Кімар болып тұр ғой. Айтасыздар ағай. Әдемі екен күнде базар жол бірақ ыстық екен. Ыстық. Мынаяқ 27 градус деп көрсетіп тұр. Кеше Дианаға ойнаған кезде 28 градус болған, 27,5. Не дегенмен күн жүйесінде жүріп қой. Сол үшін ыстық шығар. Қалай болды қыздар? Сәлем, бүгін финалда ойнап шықтық. Енді финалдың нәтижесін күтіп отырмыз. Енді әділеттілік болса, әрине, және де Құдай өзі бізге жан мақсатын жолын керек дейді. Еңбекті Құдай да көреді деді ғой кеше. Бағаланады деген мен ештеңе білмеймін. Бірақ кішкене Айтасың достар. Екі спикер прям өсетіп біздің ойымызша. Жоқ, Олар негізі қазақ лигасы болған. Не айтасыз? Мен түсірген блоктарым бәрі бір түрлі болады. Біз театрға бара жатырмыз.
Адамдар ар жақта жиналып жатыр. Мынау айналатын зат екен, қазір көріп тұрмын. Бұл вообще ледовой каток. Я каток қой, потому что анауын қарсы. Біз адасып жүрміз. Кіріп көре салайықшы, салқын ұрып тұр. Не бұл, блокқа түсіріп кетейікші хотя бы затты. Вау! Салқын, неге салқын десек? Коньки бар ма, коньки? Бір өнер өстіп жүрсем. Шығарағай мен конькимен жүріп жатыр. Айналам ғой. Кеттік достар. Біріне акция жасап. Түрлі акция. Ойбай. Мен ағайым тартып алайын деп отырмын өзіне. Мында екі машина. Я айдақшы. Ана несі ашық екен де. Нақта анау фигурасын ағып қалдым, сондай лестница. Әдемі екен. Епін көрмей заттан айтып жүрсің. Бұл ағаш. Вау. Что это, да, фигура была ағаш. Еще камера домдыра көсіп была ағаш. Аңсар келатыр. Аңсар келатыр. Аңсардың беті қып-қызыл болып кетті. Ех. Мұнда жетем дегенше. Пікірсайыс тарихы ежелгі Грекиядан басталады. Көне дәуірдегі грек қоғамында маңызды саяси шешімдер қызу пікірталастан кейін қабылданады. Ежелгі Римде даулы пікірге дәйекті жауап беру білімді адамның озық қасиеті деп есептелген. Бұл елде шешендік өнерге үйрететін риторика мектептері болған. Ағылшын парламентінде пікірсайыс жүргізе білу қасиеті шешендік өнерінің жарқын үлгісі саналған. Бас кеспек болса, тіл кеспек жоқ. Аталы сөзге арсыз ғана тоқтамайды деп сөзді айтушыға да, оны тыңдаушыға да биік талап қойған қазақ халқы сөз қадірін ежелден білген. Елдің құнын екі ауыз сөзбен шешкен, жауласқан елді бір ауыз сөзбен татуластырған данышпандар билік ісіне араласып, халық атынан сөйлеген. Пікірсайыстар біртіндеп адам құқығы мен демократияның белгісіне айналды. 20 ғасырдың бірінші жартысынан бастап Америкада пікірсайыс президент сайлауы науқанының маңызды шарты болды. Дәл осы сайлау алды науқандар қазіргі заманғы пікірсайыстардың дамуына ерекше серпін берді. Сөз таластың маңызы бағас, ойынды жинап алатындар. Тыңдаушы мен айтушы арасы аса құрметпен өтіп пікірталас. Дегені бар халыққа жанаш, жаны ашып жиған ойсаңыз. Мәселенің көзін бірге ашып баса құрметпен өтіп пікірталас. Конструктивді диалог жүргізу оңай емес. Оған қатысушылар әбден машықтануы тиіс. Әйтпесе бұл дау-дамайға, жанжалға әкеп соғуы мүмкін. Бір ауыз сөзге бола екі ел арасында соғыс болғаны тарихтан белгілі. Тұтанғалы тұрған жанжалды бір ауыз сөз тоқтатқан. Сөз кие, сөз қару, сөз саясат, сөз құдірет, қасиет. 90 ауылдың сөзін тобықтай түйіне бар. Еліміздің түкір-түкірінен жиналған, еліміздің ең белсенді, ең керемет, ең жалынды жастар. Бүгінгі салтанатты шарамызға баршаңыз қош келдіңіздер.
Бүгінгі осынау салтанатты шарада мен Дармол Жабай және менің әріптесім Айгүл Бекмағамбет. Бүгін біз сіздердің тиммейттеріңізбіз. Сол үшін тағы да бір қаттырақ қошеметтеріңіз болсын. Біздің пікірсайыс турниріміз Қазақстан Республикасының тәуелсіздік мерекелеу қарсаңында өткізілетіні өте маңызды. Тәуелсіздік мерекесі барлығымыз, әсіресе мектеп оқушылары мен жастар үшін мәні мағынасы зор. Добрый день, уважаемые дебатеры интеллектуального турнира. Вы наше молодое, амбициозное, устремленное к новым достижениям поколение. И в этом ключе дебатный турнир – это мощный интеллектуальный инструмент, формирующий гражданскую активность, ответственность, способность критически мыслить и дипломатически разрешать спорные ситуации. Поэтому сегодня мы с вами собрались в этом прекрасном зале. Турнирдің жарқын оқиғалы күндері артта қалды. Мұның қалай болғанын біздің шағын бейне сюжетіміз арқылы көруге болады. Ендеше баршаларыңыздың назарларыңыз көгілдір экранда болсын. Дорогие друзья, все ваше внимание на экран. Ал енді кезекте қымбатты достар, жалынды жастар екінші дәрежелі дипломмен және ұялы телефон, энциклопедиялық кітап пен рюкзак секілді естелік сыйлықтармен Қазақ лигасында бұл додада оқпай оза шауып екінші дәрежелі дипломмен Алматы облысының командасы құрамында Тайтанова Диана Олегова жадыра марапатталады. Екінші орын Алматы қаласы. Тамаша шын жүректен құттықтаймыз. Қадірлі достар, қолдауларыңыз болсын. Тамаша, біз жалғастырамыз.
дарынды, ең ақылды балаларымыз бүгінгі марапаттау мерекесі сіздер үшін баршамызға құтты болсын деймін. Алға өсе беріңіздер, самға беріңіздер. Біз сіздерге мақтанамыз, біз сіздерге сенім білдіреміз. Әрқашанда ақшыл болсын отырып бірге кәдеге оңына. Біздің қонағымыз Маржан Арапбаева. Қызметіңіз болсын. Тамаша, ерекше, ғаламатқа толы концертіміз марапаттау, ұлықтау сәті өз мәресіне жетті. Қымбатты қонақтар. Біз марапаттаудан шықтық. Біздің қыздардан сұхбат алып жатыр. Тағы суық Ансар. Ансар, дала қандай? Астана холодео. Мы просто замерзеем. Просто здесь очень холодео. Кеше нормально болып еді. Мен бүгін жаурап жатырмын. Уже кетейік деп жатыр. Қыдырайық деп жатырық жаяу.
Я соған отырамыз. Ағайдың машинасы ғой. Ағай. Менің машинам қызып тұр, сіздікі қызып тұр ма? Қызып тұр. Қызып тұр. Кеттік ал. Қарын тұрып. Мына жерде апарам. Сен жасап қойдың? Айтпаңыз. Құлаймыз. Арқылай өтсінші. Қай жағына өтеді? Ойбай-ай, ойбай-ай. Кім? Қоя салыңызшы ағай. Тұрғары күшті тұр ғой. Міне ғой. Қандай өлігіңді атсын? Біреу жоқ болса сразу. Шаршап кеттім мен. Сезіп айтып отыр ғой. Күшті өлең көрсетіп жатыр. Жүкті әйелдерге ғана орын береді екен, жүкті еркектерге орын бермейміз деп жатыр. Это дискриминация. Дирод өзек. Ауыр. Деревня түсеміз. Біз костюміз. Ома, ертең сесасын. Можно поменяем место, пожалуйста. Жылжы. Русский неге қойып қалды? Ағылшынша айтыңызшы. Я? Братан. Жылжы шайналайын, девушка. Битер. Мә, не деген көп адам. Ердос қазандайсыз, Ердос Жанарым қазандайсыз. Алматын сағынып кетіп ме? Алматы автобусқа отырмайды денім ғой. Ағам өреді Астанада. Ағам өреді Астанада. Соған зонда ағам. Мадияр бұл шоу. Мы заплатили. Біз автобустан түстік. Бай, қолым қат қалды менің. Артта келатыр. Мә, жаным алматым салынып. Ағай, не айтасыз? Вообще мен түсіне алмадым. Егер сіздің құрметті біздің оқырмандар, егер сіздің көңіл күйіңіз болмаса, егер сіздің қалтаңызда ақша болмаса, сіз автобусқа отыруға мәжбүрсіз және сіздің жүйкеңіздің жұқарғанына қарамастан басқалардың шулауына рұқсат беруге міндеттісіз. Бұл толерантты қоғам. Менің аяқ киімі. Бұл аңсардың аяқ киімі. Ал кімнің аяқ киімі? Ема, не болған мынау? Жағдай осылай. Бұл блог, достар. Ана үшеуі үстіне кетті. О, байқұстар-ай. Сосын осы үшін ақша төледі. Маған ұнайды негізі. Просто мен бүйрегім ауырып тұр. Соған байланысты мен бұған міне алмаймын. Жоқ, сіз маған на связи звондавайтыңыз, қай уақыт қаласыз, В общем, солай. Так, поезд билет сделатыр. Досым күтіп тұр. Да, просто тұр. Бұл Ансар, бұл Жадыра, бұл Ағай. Не айтасыз? Телефон зарядкасы нормально сенде? Жоқ деп отыр. Өтікші. Қайсы? 1% қалды. Ол бағана 1% değil, әлі 1% тұр. Еще ол онымен сөйлесті адам мен бағана. Мен көрдім өз көзіммен. Мынау не енді? Ностальгия отыр. Бұл біз.
Кеше пойызға отырғаннан кейін блог түсірген жоқпын. Қандай жерде отырғанын көрсеткен жоқпын. Біз уже ішіп жатырық. Пойыздағы ең дәу көпе. Еще көп болып жатырық. Ең керемет купе осы деп санаса болады. Розеткасы көп екен. Бірақ оны ешқайсы істемейді. Бір жақсысы розетка. Достар келді. Лепешкаға шақырғанбыз. Жауы лепешка. Пакетте вафли неден бір пакет кіреді ғой. Альбини қайда? Альбинимен қоса. Альбинingізді бар. Бір-бірден жеп бітіріп тастады. Кім бітірген білем ағай. Балық жоқ деп кіріп. Келдер балық. О, мына жақта түсіріп жатыр видео. Жан жақта видео де ол кетті. Тарихты осылай алып бермейді. Менікі блокқа кіреді. Отвечаю. Ағай екеуміз керісінше отырып алған сақымыз. Кемесіне пирожки? Қазір оны жоқ, әкеме. Қазір. Жоқ, не деп келістік. Сәбен айтсайды қосайшы. Сен өзің бірге қайтар деп отырмын. Мен ба деп. Ал, піссіміге. Біз Алматыға келдік. Бәрін ұйқысы кеп тұр. Плацкарт қалай екен? Плацкарт — это самое уютное место в Земле. Но это утопия.